Сәлем баршаңызға. Дертке шипа арнасына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Керемет ақпараттар беріледі. Соңына дейін қарап шығыңыздар. Банан құрамындағы көп калий қан тамырлардың жағдайын жақсартып, инфаркт және инсульт пайда болу жиілігін азайтады. Гипертонияға ем. Банан депрессиямен күресуге көмектеседі. Оның құрамында триптофан азаты бар. Бұл триптофанның қуаныш гормоны серотонин синтезделеді. Сондықтан бір банан жеп көңіл-күйді айтарлықтай жақсартуға болады. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелерде де банан ешқандай гиперсезімталдық, яғни аллергия көріністерін бермейді. Сүйектерді қатайтады. Банан арқасында ағзадағы кальций жиналып тұрады. Қалыпты жағдайда ағзадан кальций сынды пайдалы минералдар зәрмен сыртқа шығып кетіп отырады. Ал банан әсерінен керісінше кальций жиналып, сүйектерді қатайтуға қатысады. Бұл әсіресе кофе ұнататын адамдарға пайдалы, себебі біле білсеңіз кофе керісінше ағзадан кальцийдің шығарылуына септігін тигізеді. Ішек микрофлорасын жақсартады. Банан құрамындағы ферменттер арқасында ағзаға тағаммен түскен пайдалы заттар әдеттегіден қарағанда жылдамырақ сіңіріледі. Іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғаныш. Банан асқазандағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылуға да бірден-бір себеп. Асқазан жарасы. Банан жегеннен кейін ол асқазан шырышты қабатында қорғаныш қабатын түзеді. Соның әсерінен ондағы қышқылды агрессивті заттар асқазан шырышына зиянын тигізе алмайды. Бұл әсіресе асқазан жарасымен ауыратын адамдар үшін пайдалы. Себебі асқазан әртүрлі бөлімінде орналасқан жараларды жауып, қышқылдан қорғаған сайын, оның жазылуы да жылдамырақ жүреді. Диарея кезінде көмек. Диареядан зардап шегетіндерге банан жеу ұсынылады. Бұл жақсы қалпына келтіргіш жеміс. Көп жүріп, физикалық жаттығулармен айналысып, спортпен айналысатындар үшін балтыр бұлшықетінің дірілінен сақтайтын қасиеті бар. Себебі банан құрамындағы калий бұлшықетке оң әсер көрсетеді. Ісінулер. Бананды жиі жеу ағзадағы ісінулерден арылтады. Энергия көзі. Егер спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алсаңыз, бұл жаттығулардың эффективті өтуіне септігін тигізеді. Себебі ағзада қант мөлшері көбейіп, энергия жаттығулардың соңына дейін жететін болады. Ас қорытылудың жақсаруы. Банан құрамындағы пектин и хилат тәрізді заттар ағзадан токсиндер мен басқа да зиянды заттарды шығарып, астың жақсы қорытылуына алып келеді. Әйелдер үшін. Банан құрамындағы серотонин және басқа да пайдалы заттар етеккір кезінде оның симптомдарын жеңілдетіп, бұрынғыдан қарағанда қолайлырақ өтуге көмектеседі. Егер етеккір кезінде банан жесе, онда нашар көңіл күйден және оның симптомдарынан құтылуға болады. Анемия. Қаны аздар үшін банан таптырмайтын тағам. Оның жұмсақ затындағы темір мөлшері айтарлықтай көп болуы анемиясы бар адамдардың тағам рационына қосуға бірден-бір себеп болып табылады. Жүрек ауруы. Банан құрамындағы көп калий қан тамырлардың жағдайын жақсартып, инфаркт және инсульт пайда болу жиілігін азайтады. Гипертонияға ем. Иммунитет. Бананда бар антиоксиданттар және аминқышқылдар ағзаны қолайсыз факторлардан қорғап, қорғанышты қасиеттін, яғни иммунитетті жоғарылатады. Бүйрек. Банан бүйрекке оң әсер көрсете алады. Пайдалы заттар, микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп, құм мен тастардан арылуға көмегін тигізеді. Жүрек айну. Банан жүрек айну немесе жүктілер токсикозы кезінде көмектесетін ғажап тағамдардың бірі. Жәндіктер шаққандағы қышу. Банан қабығы жәндіктер шаққаннан кейін пайда болатын қышуға жақсы көмектеседі. Қабығын ішкі жағынан шаққан жерге біраз уақыт қойса, нәтижесі бірден байқалады. Ыстықтан қорғаныш. Банан дене температурасын қажет кезде төмендету қабілеті бар. Бұл әсіресе күн астық кезде немесе қызба кезінде аса пайдалы. Құрметті оқырмандар, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Шылым шегуді қою. Никотинді тәуелділіктен құтылып келе жатқан адам үшін банан жеу пайдалы. Көп мөлшердегі дәрумендер, калий, магний ағзадағы қалып қойған никотинді шығарып, темексіз өмірге жылдам үйренуге алып келеді. Ақыл-ой қызметін жақсарту.
Жоғары мөлшердегі калий адамда жаңа ақпарат алып, танып білу жағына қолайлы жағдай жасайды. Бұл әсіресе сабақ оқу немесе емтиханға дайындалу кезінде таптырмайтын құрал. Банан дәмді, жеңіл жеміс. Ол ағзада тез қорытылып, денсаулыққа әкелер пайдасы мол. Одан басқа да бананның пайдалы қасиеттері келесідей. Бананның 100 граммында 376 калий бар. Бұл шама артық сұйықтықты ағзадан шығару үшін жеткілікті. Бұл жеміс серотонин немесе бақыт гормонын бөлуге қатысады. Бір банан жеу арқылы сіз көңіліңізді жайдары қылып, жүрек тамыр ауруларының дамуынан өзіңізді қорғайсыз. 100 грамм бананда 2-3 грамм жасұнық, клетчатка болады. Ол қан құрамындағы холестериннің шамасын төмендетіп, жүректі аурулардан сақтайды. Ауыр жұмыс күннен кейін тынығып демалуға банан сусыны көмектеседі. Банан және басқа да сүйікті жемістеріңізді манго, ананас, блендерде үгітіп, йогурт, бал, апельсин шырынын қосыңыз. Банан мықты афродизиак. Калий, дәрумені табиғи қанттар күтпеген сезімдердің бастамасы бола алады. Табиғи үш қанттан бөлек банан құрамында алма қышқылы, ферменттер, минералды заттар, фосфор, магний, калий, кальций, натрий, дәрумендері бар. Банан диеталық тағам болып есептеледі. Жүйке жүйесі, анемия, жүрек қан тамырлары, бауыр, бүйрек ауруларының алдын алады. Банан ағзадағы қан мөлшерінің бір қалыпты болуы мен қан қысымының өзгермеуіне ықпал етеді. Сүйек, тырнақ, шаш өсіміне оң әсерін тигізеді. Аяқ-қолдың мезгілсіз тартылуын, шаш түсімін, теріге ерте әжім түспеуін қадағалайды. Ағзадағы зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады, өт, бауыр, асқазан жолдарын тазартады. Күйзеліс, көңілсіздік, стресс кезінде көмекке келеді. Көңіл-күй гормонының пайда болуына септігін тигізеді. Бананды көп мөлшерде аяғы ауыр және жас сәбиі бар келіншектер, қарт кісілер, кішкентай бөбектер пайдаланғаны жөн. Сондай-ақ кез келген жанның күнделікті ас мәзірінде 1-2 тал банан болғаны абзал. Банан операциядан кейін, ауыр физикалық жаттығулардан кейін өте пайдалы. Ол ағзаны қалыпқа келтіруге мол үлесін қосады. Сонымен қатар бананды шаршаған я ашуланған кезде, емтихан сынақ алдында пайдаланған дұрыс. Банан таңдаған кезде оның сыртқы қабығы мен сабағына мән беріңіз. Сыртқы қабықта қарадақтар әрі өзі қатты болмауы керек. Оның түсі бір қалыпты, түсті жылтырлауы керек. Бананның қабығы да кәдеге жарайды. Төменде берілген мысалдар бұл сөзімізге дәлел бола алады. Күмісті тазалайды. Бананның қабығы өңі кетіп қалған күміс заттарды қалпына келтіреді. Ол үшін қабықты блендерде тіс пастасына ұқсағанға дейін су қосып үземіз. Артынан жұмсақ матамен күмісті тазаласақ, біртіндеп қара дақтардың кетіп жатқандығын көресіз. Одан кейін күмісті банан қабығының қалдықтарынан тазартып, жылтырату үшін жұмсақ матамен жақсылап сүртеміз. Аяқ киімге арналған жақпа май. Банан қабығының құрамындағы майлар мен балауыз оны аяқ киімді тазалап, жылтырату үшін қолдануға мүмкіндік береді. Аяқ киімді қабықтың ішкі жағымен сүртіп, үстінен құрғақ матамен сүртесіз. Немесе жирті дисктердің сырылған жерлерін қалпына келтіреді. Сырылған дискті ең әуелі бананның өзімен сүртеміз, артынан 2 минут бойы бананның қабығымен сүртеміз. Сосын дискті терезе тазалауға арналған затқа малынған жұмсақ матамен сүртіп кептіріп қоямыз. Бананның жұмсағы мен қабығындағы балауыз дискті тазалауға көмектеседі. Міне біршама пайдалы кеңестер берілді. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.